Улы жібек жолында орналасқан көп ғасырлық тарихы бар Түркістан қаласы инвестициялық жобаларды табысты дамыту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Облыс орталығын Түркістан қаласына көшіру туралы жарлыққа қол қойғалы отырмын. Бұдан былай бұл өңір Түркістан облысы деп аталатын болады. Бұл әкімшілік аумақтың құрылымға өзгеріс енгізу арқылы осы өңірдің өркендеуіне тың серпін беруді көздеген тарихи құжат болып саналады. Халықтың тығыз орналасуының арқасында өңірдің кадрлық әлеуеті зор. Облыс әкімшілік орталығы Түркістан қаласы бүгін орталық Азия үшін тарихи және экономикалық маңызға ие және бүкіл түркі әлемінің рухани астанасы болып табылады. Бұл қала Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан үлкен өркениет орталығы, тарихи маңызы бар. Тек қазақ елінің ғана емес, бүкіл түркі жұртының зиярат жасайтын қастерлі орны. Қалада ерекше құқықтық режимдегі арнайы экономикалық аймақ және дайын инфрақұрылымы бар индустриялық аймақ жұмыс жасайды. Қала өңдеу өнеркәсібі, агроөнеркәсіптік кешен, жеңіл өнеркәсіп және туризм сияқты салаларда инвестициялар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл жаңа идеяларды жүзеге асыруға және үздік дәстүрлерді жалғастыруға арналған мекен. Бұл тарих жалғасатын орын және бүгінде бұл біздің тарихымыз, біздің қала, Түркістан. Түркістан қаласына инвестиция салыңыз.